бастаймыз сендермен. Ал қазір шаттық шеңберін жасап алайық балалар. Жүректен жүрекке қазір шеңбер болып тұра қаламыз келіңдер. Тұрамыз бала, тұра қояйық. Балалар, мейірімді, ақылы, адамгершілік болып, досым болған ақыл, сыпайы, ерінді, ерінді, жандасым болған, адам дос, шамашы, көрші, шамашы, сұлусыз. жарайды балалар. Енді орнымызға жайғасамыз. Ал енді балалар сабағымызды бастамас бұрын біз мына қорапшаның ішінде біздің қазақтың батырларының суреттері бар. Сол суреттерді алу арқылы әр топ не істейміз балалар? Өз тобына қайтып аламыз, бөлініп аламыз. Мына қорапшаның ішінен әр топ өз несінің суретін таңдасын екен. Мына топтан, үш топтан үш оқушы шықсын маған. Сөйтіп, топты белгілейміз кейін. Әркім өз топ. Үшінші топтан кім келді бізге? Үшінші топ. Ал балалар, алдымызда тұрған шарды жару арқылы ішіндегі топ өзінің атын белгілейді. Мен қазір 1, 2, 3 деймін, сол кезде жарамыз. 1, 2, 3. Енді шар ішінде сұрақтар бар. Сұрақтарды оқимыз. Сөйтіп, дұрыс жауап берсек, сол топтардың аты шығады. Кәне, мына топтан. Ертістен батыста Еділге дейін Амудария мен Сырдың төменгі ағысына дейінгі жерлерде құралған ұлыс. Жошы ұлысы. Енді сонда жошы ұлысы дейді. Бұл топтың аты қандай болып шықты? Жошы ұлысы. Енді қойып қойыңдар. Бірінші топты анықтап аламыз. Екінші топ сұраққа жауап береміз. Оңтүстік пен оңтүстік шығыс Қазақстан бүкіл Орта Азияны қамтыған ұлыс Шағатай ұлысы. Дұрыс. Енді нелердің атын қойып қойыңдар. Екінші топ белгілеп алдық. Үшінші топ. Жетісудың солтүстік шығыс бөлігінің қамтыған ұлыс. Үгедей ұлысы. Үгедей ұлысы. Дұрыс па балалар? Сонда біз 3 ұлысқа бөлініп алдық. Дұрыс. Ал енді нелердің топтарының атын қойып қойыңдар. 3 топтан анықтап алдық. Сонда жошы, дұрыстап қойып жүріңдер балалар, Шағатай, Үгедей. Дұрыс. Енді ары қарай кетеміз балалар. Бүгінгі балалар қараңдар. Мына сурет сендерге таныс па дейді? Енді қазір Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың резиденциясы не себепті Ақорда деп аталады? Себебі ұлыс. Резиденция деген түсініктеме беріп кетейік, қай топ жауап бере алады екен? Аружан бірінші болып мен жауап берейінші. Резиденция мемлекет үкімет басшысының, сондай-ақ егер мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерінің мекені келген жері. Түсініп тұрмыз, сонда резиденция деген? Яғни ол Ақорда, яғни не деп аталады екен? Резиденция деп аталады. Енді тағы да бір сұрақ туындап тұр. 13 пен 15 ғасырда арасында шығыс дешті қыпшақтар өмір сүрген. Орта ғасырларда Қазақстан аумағында құрылған алғашқы мемлекет туралы не білеміз? 13 пен 15 ғасырлар арасында. Ақорда. Қандай мемлекет құрылды балар? Ақорда. Дұрыс айтасың. Ақорда. Яғни Ақорда қай жерде орналасқан екен? Шығыс дешті қыпшақта орналасқан
сабақтың мақсаты. Мақсаттары бар. Оқу мақсаттары түрі қараңдар. Ақорданың мемлекеттік әлеуметтік саяси құрылымы туралы қысқаша баяндап жіберейін сіздерге. Ақорда билік иелерінің алдыңғы қатарында шығыс ұрпақтары тұрды дейді. Екінші қатарда ру тайпалардың көсемдері болды. Үшінші, хандық биліктің ең жоғарғы өкілдері хандар, сұлтандар, оғландар болды. Бұлар тайпалар мен ру билеушілерінің қызметіне сүйенді. Мемлекеттік істер хан кеңесінде шешімін айтып отырды балалар. Ақордада хандық үкіметтің басқару ісін атқарушы бек деп аталды, әділ үкім шығарушыны би деп атады, ал моңғолдар ақсүйектерін ноян деді, хас батырды баһадүр деді, қарапайым халқы Ақорданың этникалық құрамы. Ақордада балалар жергілікті түркі тілдес ру тайпалардан құрылған патриархалдық феодалдық мемлекет екен. Ақорданың тайпаларының ішіне қаңлы, қыпшақ, арғын, керей, қоңырат, алшын, үйсін, найман кіреді екен. Енді балалар картамен жұмыс. Тапсырма бір. Қараңдар, картамен жұмыс. Ақорда мемлекеттің мекендеген жерлерін көрсету. Ақорда мемлекеттің мекендеген жерлерін қайтеміз картада? Көрсетеміз. Топ болып жауап береміз ба? Кім жауап береді кәне? Бәрі жауап береміз дейді. Кәне кім картадан келіп көрсетіп кетеді? Ақорда мемлекеттің мекендеген жері. Кім? Шұғыламен көрсетейін. Ақорда шығыс дешті қыпшақты мекендеген. Ақорданың орталығы Сығанақ қаласы болды. Сығанақ қаласы? Дұрыс айтасың. Түсінікті ма балалар? Ақорданың мекендеген жерін қай жерде мекендеген дұрыс. Ал енді қазір біз осы карта бәрімізде бүгінгі не бар я? Кескін картада бар я? Дәптерлерімізді ашып, кескін картамызды ашып, картамен жұмыс жасаймыз. Ақорда мемлекетінің мекендеген жерлерін кескін картаға түсіреміз. Кескін картамен жұмыс жасаймыз. Кескін картаға түсірейік. Біз көрсеткен жерді қайда түсіреміз балалар? Кескін картаға түсіреміз. Түсіріп атырмыз ба балалар? Қарындашпен кескін картаға түсіреміз. Болды балалар, түсіріп болдық па? Енді кескін картаны түсіріп болсақ. Ақорда мемлекеттің мекендеген жерін кескін картаға қайтып балалар. Түсірдік. Қалай түсірдік біз? Бәріміз? Шығыс дешті қыпшақ, түсірдік. Кескін картамызға. Бәріміз белгілеп болсақ, үшінші тапсырмаға өтеміз балалар. Тапсырма үшінші бар. Бұл жерде не деп тұр? Келесі сөйлемді дәптерлерімізге түсіреміз, балалар. Келесі сөйлемде қай тұлғаға сәйкес
жасаймыз қазір. Дәптерге түсіреміз, иә? Қараңдар. Бірінші, қазір мен бір оқып көз жүгіртіп берейін, кейіннен қарап отырып, дәптермен жұмыс жасаймыз. Кейін жауап айтамын. Ақорданың тәуелсіздігіне мен алғаш қол жеткіздім. Екінші, біз мемлекетімізді нығайту үшін ислам дінін нығайттық. Үшінші, Әмір Темір болмағанда Мәскеу біздің астанамыз болар еді. Төртінші, мен әлемді жаулап алмағанда олар бізге қылыш көтерер еді. Осы сөйлемдер қай тұлғаға байланысты айтылған, сәйкес келеді. Уақыт кетті. Уақыт кетті. Уақыт кетті балалар. Дәптерге жазамыз, тез. Біріншінің жауабы мынандай, екіншінің жауабы мынау деп тек жауапты жазамыз дәптерге. Жарай ма? Сұрақ тақтада да тұр. Дәптерге жазамыз. Жазып отырмыз ба дәптерге? Түсіріп қойдық па? Оны сұрақтарды тыңдауға өтеміз, иә? Жауаптарды, дұрыс жауаптарды, иә? Тақтаға келіп, белгілеп кетеміз, иә? Бәріміз де бар, иә? Жауапты айтамыз, біз тақтаға белгілеп кетеміз белгі, иә? Кәні, қай топтан кім дайын? Бірінші сұрақ бойынша қай топты келеді екен? Екінші топтан Кеш Мұхаммедәлі. Кеп қолыңа қаламыңды алып келді, жазып кет. Ақорданың тәуелсіздігіне мен алғаш қол жеткіздім. Дәптерге жауабын жазып қойдық па? Жауабын тыңдап алайық, жазшы. Орда ежен. Дұрыс па балалар? Дәптерге осылай түсірдік па? Дұрыс. Орда ежен. Орда ежен кім болған? Хан ба? Дұрыс. Бірінші жауап кетті. Екінші кім жауап береді? Мына топтан біреу шықты. Ал мына топтан кім шығады екен кәні? Нұрасыл мен шығайын дейді. Келе ғой балам. Біз мемлекетімізді нығайту үшін ислам дінін нығайттық. Тоқтамыз. Дұрыс па? Тоқтамыз. Жауап дұрыс па балалар? Сіздер де солай белгіледіңіздер ме? Жарайсыңдар. Тоқтамыз. Тоқтамыз. Әмір Темір болмағанда Мәскеу біздің астанамыз болар еді. Кімнің сөзі кімге байланысты айтылған екен? Кәні кім айтады? Мына топтан Нұрмағамбет мен айтамын дейді ғой. Келе ғой балам. Кім деген жауабы? Ұрысқан дейді. Дұрыс па балалар? Қарандашпен жаза қойған. Тез ұрысқан. Топтардың бәрі жақсы қатысып отыр. Үш топта жарайсыңдар балалар. Одан кейін төртінші. Мен әлемді жаулап алмағанда олар бізге қылыш көтерер еді. Бұл кімнің байланысты айтылған сөйлем, қай тұлғаға? Мейрамбек, келе ғой балам. Енді үш топқа да бір сұрақ жауап берді. Әмір Темір, дұрыс па балалар? Берсеңіз ба жауаппен? Дұрыс. Әмір Темір. Енді бәрі қосылай дәптермен жұмыс жасадық па? Жұмыс жасаған болсыңдар. Әр топ өзінің бағасын беріп отырсыншы кәні, көрейік. Кәні әр топ, бірінші топ, екінші топқа қандай баға берер едіңдер? Көрсетіңдер, сән біреуін ұстап.
Бірінші, орта еже. Екінші, сұрақтың жауабы 93-ші ұрысқан. Сіздер де дұрыс жаздыңыздар. Дәптерге осылай түсірген болсаңыздар, бүгінгі тапсырманы дұрыс орындадыңыздар. Бұл неден де жақсы, кезеңнен де жақсы өтіп кеттіңіздер. Жарайсыздар. Тапсырма 4-ші, әлеуметтік саяси құрылымның сәйкестігін тап дейді. Балалар, бізде тест, сабақтарда тесттер алынып отырады, мысалы. Бұл сол тесттің бір түрі, яғни сәйкестендіру кестесін айтып отырмыз қазір. Қолданып отырмыз. Біз дұрыс жауаптарды не арқылы сәйкестендіреміз, балалар? Сызба арқылы сәйкестендіріп өтеміз. Түсінікті ма тапсырма? Мысалы, шыңғыс ұрпақтары. Қазір жауап бермейміз. Тапсырма түсінікті ма? Түсінікті болса, қазір мен уақыт белгілеймін. Баста деймін, сол кезде бастайсыңдар. Топтардан ойланып отырып, келіп жауап беруге болады. Жарай ма? 1, 2, 3. Бастадық балалар. Балалар дайынсыз? Қол тоқтатамыз. Енді қазір кезекпен тақтаға сәйкестендіру жұмысын бастаймыз, Бірінші сұраққа кім шығады қазір? Мұхаммед Али келе ғой. Мен шығайыншы деп отыр. Сызылшыма. Қайсы қан жазылады? Сәйкестендіріп кет. Шығыс ұрпақтары билік иелерінің алдыңғы қатарына тұрды. Жоқ, сен қазір өзің ашып тұр, дұрыс сөйлемей тұрсың. Екінші, кім шығады кәне? Кім жауап береді? Аңғашан. Би. Әділ үкім шығарушы. Әділ үкім шығарушы. Қараныш. Дұрыс. Анағын. Кейін тексеремін, дұрыс бұрыстың. Тақым шығады жауапқа? Ал. Жүргендің келе ғой. Қандаш сіздіңдер оғылындар, ол халық биліктерінің ең жоғарғы өкілдері. Кейінгі тапсырма кім шығады? Кім шығады кәнімнен топтан? Нұрасы келе ғой. Бек. Атқаратын қызметі. Бек. Енді сызбамен көрсетеміз. Бектен кейін ноян. Кім жауап береді екен ноян дегенге? Кәні жауап бермеген бала қалмау керек. Кім бізде? Кәні. Нұртай, келе ғой. Ноян дейді. Ноян қандай не атқарады бала? Қызмет? Кейінгіге кім жауап береді? Медет.
қараша? Қараша қарапайым. Қарапайым халық. Қараша деген қарапайым халық екен. Ал балалар 3 топта өте жақсы қатыстыңдар. Қазір сендердің дұрыс бұрыстықтарыңды біз тексереміз. Балалар қараңдар. Өздеріңізбен салыстырыңдаршы. Шығыс ұрпағы кімдер ол? Билердің алды қатарында тұрады. Екінші билер ше? Одан кейін қандай сұлтандар оғландар ше? Бек ше? Қарушы дұрыс айтасыздар. Ноян? Бай жон-жамалын айтады екенбіз. Баһадүр? Қараша? Жарайсыңдар. Ал топтар бір-бірімізге тағы да қандай бағамен бағалар еді? Біздің 3 топ бірін-бірін қандай бағамен? Нұрас, мына топты қандай бағамен бағалайсың? Жарайсың дейді. Тек жарайсың деген баға бұларда. Мына топ қандай бағамен бағалар еді? Жарайсың. Ал одан кейінгі топ жарайсың. Өздеріңде бәрін жарайсыңдар. Бүгін жақсы қатысыңыздар. Енді кейінгі тапсырмаға өтеміз балалар. Тапсырма 5. Семантикалық карта. Бұл жерде жылдарды, ғасырларды не қыламыз балалар? Сәйкестендіреміз. Яғни сәйкестендіріп өтеміз. Жауаптар белгілі, бірақ соның құрайына барып не істейміз? Сәйкестендіріп несін белгілі ұрып кетеміз. Жарай ма балалар? Ал енді қазір дайындалуға уақыт беріледі. Кейін тақтаға белгілейміз. Жарай ма? 1, 2, 3 бастадық балалар. Балалар болдыңыз ба? Тоқтатамыз. Бірінші тегеуі кім шығады кәді? Гүлназ мен шығамын. Келе ғой. Мына тоқтар. Қарамашымыз алып келеміз. Балалар не ұрып кетеміз, е? Кейін дұрыс-дұрыстығын тексеріп аламыз. Жарай ма? Екінші бай қалған, сабаққа танылмай қалған, арыққа келе. Екінші 1423-1428 жылдар. Екінші жауап. Соны жауап қай бересің? Бара ғой тағы. Одан кейін кім жауап береді? 1425. Кім кән? Кеш оңы. Шықпай қалған, сабаққа тартылмай қалған бала, е? Қалмау керек, е? 1425 жылы Бараханның жауабын қабылданды. Қазір дұрыс-бұрыстығын тексереміз біз. Ал одан кейінгі 1428-де қандай оқиға болған екен бізде? Кәне, ұлдар жағы үй көтеріп жатыр, мен деп. Мұхаммед-Али шықпасам болмайды апай дейді, келе ғой Мұхаммед-Али. Тез. Ақордадағы билік Әбілқайырдың жарайды. Жауап
шығады, барлығы жақсы қатысып отыр. Енді Нұразыл мен шықпасам болмайды дейді ғой, тобымнан мен шықпасам болмайды депсің. Кел бала, тез жауапты беріңіз. Кетші кәні. 1970 жылдары ауылда Жауабын қабылдап алдық. Қазір балалар, барлық сұрақтың жауабын қайтып біз? Береміз. Ал енді дұрыс-бұрыстығымызды көреміз. Тексереміз. Бірінші сұрақтың жауабы. Ақылзаның әлсіреуі дейді. 14-15 ғасырларда. Дұрыс жауап берді ме? Ол топқа жарайсың дейміз. Одан кейінгі 23 пен 28 кезінде билігі. Дұрыс па? Дұрыс. Одан кейінгі 1425-те не болған екен бізде? Дұрыс па жауап? Жауап дұрыс. Ал 1428-те қандай оқиға болып еді? Дұрыс айтасыздар. Ал одан кейін 14-ші ғасыр мен 14-ші ғасырдың 60-70 жылдары не болып еді? Ақылдан, нығай болып. Міне балалар, барлығына дұрыс қайтысыңдер балалар, жауап беріпсіңдер. 3 топқа да біз қайтеміз балалар. Кәне бұл тапсырма бойынша да бағалап жіберейік. Нұрбелді бағалайын дейді ана топты. Мына топты Нұртайға бер, Нұртай бағалайын дейді. Ана топты Медетке бер. Кән, Медет сен қалай бағалайсың ана топты? Жарайсың дейді. Ал Нұрбелді сен қалай бағалайсың ана топты Шағатай тобын? Жарайсың дейді. Ал Нұртай сен мына топты қалай бағалайсың? Жошолысың. Жарайсың дейді. Ал бұл топқа Шағатай тобы беріңдерші кәне. Медет жарайсың дейді. 3 топты жарайсыңдар. 3 топта бүгінгі сабаққа өте жақсы белсене арқала қатысып отырдыңдар. Жарайсыңдар балалар. Сабағымызды 5 саусақ әдісі арқылы бағалап өтейік. Кәне, көтерейік. Белгі арқылы, саусақ әдісі арқылы көрсетіп өтеміз. Жарайсыңдар. Енді саусақтарын түсіреміз. Ал балалар үйге даталар сөйлейді. Хронологиялық не жасап келеміз? Тест жасап келеміз. Ақорда тақырыбына. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.